Үйіміздің кіреберіс аймағы. Осы кіреберістен оң жағымызда санитарлық торап, ванна және әжетхана бөлігіміз. Осындай толық кәфелденген. Үйіміз жап-жаңа, әлі ешкім тұрмаған. Осы кіреберіс дәліз. Және сол жағымызда үйіміздің ас бөлмесі. Ас бөлме терезесі осындай кең, ауқымды етіп жасалған. Бөлікте жылыту қазандығы орналасқан. Және ары қарай бізде осы кладовка есебінде осы жеріміз жасалған. Және одан кейін үйдің қонақ бөлмесі, және тура бөлігінде үйдің залы орналасқан. Залымызда өте кең, ауқымды, жөндеу өте жақсы. Және осы бөлек-бөлікте 3 жатын бөлме, бірінші жатын бөлмеміз. Және орта бөлігінде екінші жатын бөлме. Одан кейін үшінші жатын бөлме орналасқан. Бұл жатын бөлменің ерекшелігі өзінің жуыну бөлмесі бар. Осындай. Осы видеодағы жап-жаңа әлі ешкім тұрмаған үйіміз ұнаған болса, видеосында хабарласып толық ақпаратты біле аласыздар.